Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма подписать етіп, және лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бүгінгі жасайтынымыз красный барқыт торты. Красный барқыт торты өте нәзік, өте дәмді торттардың бірі. Ал енді бастайық. Красный барқыт тортына 82% майымыз және шекер, айран, қолдың айраны, және 5 жұмыртқа, сұйық май, ұн, какао, нан сода керек. Ал енді бастайық. Ең алдымен сары майымызды алып, миксерлеп аламыз. Және оған жұмыртқамызды саламыз. Мен 5 жұмыртқа алдым. Өйткені мен жұмыртқам кішкене болды. Үлкен болса 3 жұмыртқа да болады. Ал енді майға жұмыртқаны салып миксерлейміз. Оған аздаған шекерімізді салып, аздап миксерлеп оған ары қарай ұнымызды, какао және разиглитель қосылған ұнымызды қосамыз. Какао 1 қасық қостым, 300 грамм ұнға және 1 қасық разиглитель салдым. Ал енді миксерлейік. Оған сұйық май қосамыз. Сұйық май аз-аздан қосып, және жаңа айранымызды қосамыз. Краска шығарған айранымызды қосып миксерлейміз. Енді тестамыз дайын. Тестамыз қызыл болып шықты, әдемі болып миксерлеп, әдемілеп араластырамыз. Енді осы тестамызды кондитерлік қағазға форма шығарып, осындай форма шығарып аламыз. Кондитерлік қағазға солай 4 қасықтан құямыз. 4 қасықтан құйып, жайып, әрқайсысына 4 қасықтан құйып дайындап аламыз. Сосын пешке 170 градуста 20 минут, 30 минуттан пісіріп аламыз. Піскенін шпажка арқылы тесіп көресіздер. Осылай тегістеп, жайып аламыз әдемілеп. Біреу жұқа, біреу қалың болып кетпеу керек. Енді пешке жібереміз. Пештен алдық. Енді пісті қамырымыз. Енді кольцемен кесіп аламыз, туралап. Сөйтіп жан-жағындағы қамырларды, піскен қамырды майдалап, үгітіп аламыз. Ал одан кейін кремімізді дайындайық. Кремнің жартысын құямыз, 500 грамм. Одан кейін сахарный пудра. Бірінші сливкиді алып, миксерлеп, сахарный пудраны жайлап салып миксерлейміз. Достар, мынау сахарный пудраны граммдап қойып қойғам. Кремді де және творожный сырды да салып, мен кондитерлікке айналысып жүргеніме 2 жылдан асты. Уже осы уақытқа дейін үйден торт сатамын. Сонымен сливкиді әбден сахарный пудрамен миксерлеп қоюланғаннан соң, оның үстіне творожный сырымызды саламыз. Творожный сырымызды салып, қоюланғаннан кейін тортымызға дайындап салуға болады. Ал енді креміміз дайын. Енді тортымызды жинайық. Торттың ыдысын әкеп, оның үстіне кольцемізді қоямыз. Мен кольцеге салып жинаймын. Өйткені түзу болып шығады. Кольцеге жинағанның бір қасиеті, тортыңыз тегіс болып шығады. Оның үстіне кондитерлік мешокпен салып,
және арасына малинаның жасап құйдым, дәмді болып шығу үшін. Және арасына кремімізді салып шығамыз. Оның үстіне тағы екінші слойымызды саламыз. Осылай екі слойлап салып, кремімізді жағып аламыз, жұқалатып. Үшінші слойымызды салып, кондитерлік мешокпен салып, жан-жағын тегістеп, осылай салып аламыз. Енді ең соңғы слойымызды салып, бетін тегістейміз. Және жаңа қамырдың жанындағы, қырқып алған қамырдың жанындағы қамырды, үгітілген қамырды тортымыздың жанына жағып шығамыз. Енді көлсімізді жарты сағатқа холодильникке жібереміз. Беті қату керек. Сосын бетін тегістеп, жан-жағына жаңа шыққан үгітілген қамырды жан-жағына жағып шығамыз. Жан-жағын тегістеп, үгітілген қамырды торттың жанына жағып шығамыз. Осымен красный барқытымыз дайын. Достар, менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді торт болып шығады. Менің каналыма подписать етіп және лайк басып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ас болсын.